көрермен, жарнамадан оралдық, және де кезекті белгі Әділеттің қолында. Әділет, қандай белгі? Бішкек. Суранамын жалынам. Ар жағын білмеймін енді. Ғыман саған болғын. Құрметті Қырғызстан, Бішкек нелері, чон рахмат. Көрермендер, чон рахмат. Бішкекке бұйырса барамын өзім. Жақсы. Шымылдық жабық бізде. Үміткердің таңдауы кім? Елдар, Диора, Бекзат мен деген. Дәулет, Ринат. Үміткердің таңдауы Диора. Диора, сондай әдем болып тұрсыз, жайғасыңыз. Сізде бұл өте ерекше әдемі болып тұрсыз. Рахмет, үлкен. Қатты уайымдап тұрмын. Уайымдап тұрсыз. Сіздің келгеніңізге 2-3 күн уақыт болды, бірақ сізді үміткер таңдап келді. Дайынсыз ба? Иә, дайынмын. Дайынсыз, иә. Ендеше, Диораның алғашқы үміткері, келіңіз. Қош келдіңіз, жайғасыңыз. Есіміңіз? Есімім Бексұлтан. Ассалаумағалейкум, баршаңызға. Бексұлтан. Жасыңыз нешеде? Жасым 24-те. Құдай қаласа 25-ке толамын. 25-ке енді толасыз. Қай жақтың тумасысыз? Мен Түркістан қаласынан боламын. Неге Диора? Неге Диора? Бір көргеннен ерекше, басқаларға ұқсамайды. Бойы да ұзын, өзім сияқты. Негізі сіз Диораны үміткер болып келіп жүрген кезінен бастап көзіңіз түсті ме, әлде осы қатысушы болып келгеннен бастап? Осы жақында келген кезде. Жақында келген кезде міндетті түрде келуім керек дедіңіз ғой. Иә. Диора, енді сұрақ қоясыз. Өзіңізді қызықтырған сұрақтарыңызды бастап қоя беріңіз. Отбасын, бұрынғы қарым-қатынастарын сұрай беріңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бексұлтан дедіңіз ғой, иә? Иә. Сіздің бойыңыз қанша? Менің бойым 1,85. 85. Аққобадан келгенсіз ба? Ау? Аққобадан келгенсіз ба, или? Аққобадан келгенсіз ба дейді сізге. Енді Диора, Аққобаға келетін сияқты. Да? Иә, сонда енді бір сары жігіт емес, бірақ ақшылдау деп айтайыншы. Қай жерде жұмыс жасайсыз, или кім болып жұмыс жасайсыз? Мен артық нәрсе айтпа деді. Жеке кәсіпкер дей салайын, жеке бизнесмен кішігірім. Артық нәрсе айтпа дегенде айта берсеңіз болады, бірақ нақты мысалы өзіңіздің компанияңыздың атын айтпай қойсаңыз болады деген сияқты. Пучик бар, бізде телефон сатамыз. 3 пучик бар. Сонымен айналысамын дейді, яғни кәсіп. Бұрын тұрмыста болғансыз ба? Енді 24 жаста, все-таки. Үйленгенсіз бе? Жоқ, бұрын соңында ондай болмады. Иә. Иә, Диора. Балсаған, мен... Соңғы отношения қашан болған? Соңғы 3 жыл бұрын. 3 жыл бұрын. Неге ондай долгий срок? Долгий срок болғанда енді. Сондай жағдай болды енді. Менде басқа сұрақ пока жоқ. Әзірге жоқ. Жақсы, қатысушылар. Ойбай, не болды? Мен бұл жігіт танып тұрмын. Иә, мен бұл жігіт танып тұрмын. Қайда? Короче, мен Ақтөбеде жүрген кезде бір қыс болған. Анда Ақтөбенің бір қысы андай ғой, бір кәдімгідей не істеп қалады, жол жауып тастап. Бұл фур айдайтын жігіт қой негізі. Сол кезде андай гуманитарлық көмек көрсеткенбіз, осы жігіттерге жолда қалып қойған ғой, жаңағы дизельдері бітіп қалып. Сол жігіт танып тұрсың брат мен, да? Осыларға тамақ беріп, жаңағы бензин құйып беріп не істегенбіз. Неге таза фур айдайтын жігіт, шамалы арқасы қисық көріп тұрсың ғой. Әділет, сіз қызықсыз. Негізі, Диора, 185 мен 190 ғой. Просто жаңағы фур айдап бүйтіп қалған ғой. Негізі танып тұрмын.
қазір енді басқа жұмыспен айналысып жатыр екен, бірақ енді жолда қалып ол қойды. 2 жыл бұрын ба 1,5 жыл бұрын ба сондай. Соның бәрін айту керек па? Енді Сіз бір нан апарып беріп, тамақ апарып беріп дегенде бір өзіңіз асырап өсірген адам сияқты. жоқ. Андай қиын сәт болды сондай дейді ғой. Жақсы, бірақ көмегіңізді Бірақ жасапсыз. күшті танысып кетті, өте жақсы жігіт. Танысып кеттіңіз. иә мен упучукты Сатдәулетті бұрыннан танимын. Садәулет, сіз де танисыз. иә Танымайтын адам сияқты. Ассалаумағалейкум бауырым, қош келдің. Иә, сол Ақтөбеде Упучук екеуміз бірге болғанбыз десең. Бұл сол қыс қой десең. Сол қар осы жігіт десең. Жарайды. Иә, бауырым жақсы танимын. Қош келдің бауырым. Өте таңдауың жақсы сияқты. Енді мен Диораны жақсы сөйлесіп те үлгермедім. Бірақ таңдауың жақсы сияқты. Өзі де жақсы жігіт негізінде. Өзі өте пысық, іскер, жатпайтын, тек қана бір тірліктермен айналысатын. Сондай өзімнің красавчик бауырларымның бірі. Қадамың оң болсын. Красавчик шырмалдық ашылғаннан кейін асықпай сөйлесеміз. Балаусаған мен қоя кетсем сұрақ. Иә, қойыңыз. Бексұлтан, қош келдіңіз. Сіз жаңа айтып кеттіңіз ба, Диораны мен бұрыннан осы келгеніне уақыттан бастап көріп жүрмін деп айттыңыз ба? иә осы жақында Қатысушы болып келгеннен бастап. қатысушы болып көріп келгеннен жүрмін. бастап. И кеше Инстаграм ақтарып жаттым. Видеоларында бар екен, бұрын келгені бар екен. Бір жігітке үміткер болып келген ба, соны көрдім. Иә. Өзіңіздің сөзіңізге уверен айтып тұрсыз ба дегенім ғой. иә Точно көріп жүрмін деген сияқты. Неге? көріп жүрмін дегенде енді осы жақында Балаусаған бір өтірік сөйлеп отқан секілді негізі. Потому что ол Әсемге жазып жүрді да негізі, бұл бала Әсемге жазып жүрген негізі. Мен типа саған үміткер болып барамын, мені күт деген әңгімелерді айтып жүрген болатын. Бірақ мына жерге келіп алып, Диораны таңдап, енді өтірік сөйлеп отырған секілді негізі. мен айта кетейін енді. Мен Иә, айта кетейін. айта қойыңыз. Осыдан бір апта бұрын или 10 күн бұрын Әсемнің өзі маған подписка істеді Инстаграмнан. Иә. Ол рас. Енді осыдан тоже бір 2-3 күн бұрын ба историясын салып қойыпты. Жексенбі күн по идее. Мен бүгін сториске шықпаймын, настроением жоқ, күні бойы Инстаграмда болмайды деп жазып жүрдім. И мен просто тупо тұрдым да, не үшін деп жазып жүрдім болды. Сол жерде просто общение басталып кетті болды. Мен ол кісіге сұрақ қойдым, сосын сізбен жолығу үшін былай жолыға аламыз ба, әлде тек жобаға бару керек па деді. Ол екен жобаға келесіз деді, и сол жерден номерін берді. Ау? Бір апта бұрын айтылды. Бір апта бұрын емес, осы Бір апта емес, 3-4 күн бұрын. Балауса ханым айта кетсем, иә, осы жерде Иә. маған подписка жасапты деген әңгімелер керек емес, негізі еркек басыңызбен ана жерде. Және де бұл кісі маған Инстаграмнан жаңағыдай жазған болатын. Мен сізге типа былай сыртта сөйлесе аламыз ба екеуміз деген сияқты. Мен бұл кісіге айттым, жоқ, біз сыртта сөйлесе алмаймыз. Өйткені мен жобада отырған адаммын, если келгіңіз келсе, жобаға келіңіз деп. И осы редакторлардың номерін берген болатын бұл кісіге. Солай сөйлесіп, негізі маған келем дегені бар еді. Соны айтып отыр, негізі ол негізі айтылатындай әңгіме емес. Иә, айтылатын әңгіме емес негізі. Жақсы. По идее, қатты ондай не болған жоқ. Иә, Иә, негізі осы сұрақ енді қойдым сіздің мен, қазір болды. үміткеріңіз бар. Иә, менің Иә. үміткерім бар, сондықтан Одан кейін мына енді жерде- Диора келгеннен кейін бәлкім ұнатып қалған шығар, талғам өзгерген шығар. Балаусаған мынандай ойда да жоқ тұрда сияқты. Иә. енді қазір Әсемнің үміткері бар ғой, негізі білмеймін, Әсемге келгісі келген сияқты да, либо келіп тупо жаңа жаза салдым деп айтты ғой, Диораға да келіп тупо кіріп кете салған секілді. Енді мынандай ғой, сен менің ойымды білмейсің мысалы. Не ойлап жүргенімді сен Мен білмейсің. менің ойымды Иә. айтып жатырмын да. Балаусахан, Айгүл, иә, қош келдіңіз, Бексұлтан. Негізі екеуі өте әдемі жарасып тұр, жап-жақсы жігіт болып кіріп келді. Бірақ бір әңгіме ұнамай қалды. Жаңағы Әсеммен айтқан кезінде, негізі ол өзі бірінші подписация етті деп, сондай нәрселер, андай еркектің бір, қалай айтсам болады, кішкене мелочьтарды көрсетіп жібереді. Біріншіден, екіншіден сіз айтып отырсыз, подписация ете салды, ал мен сосын тұрдым да, не үшін деп просто так жаза салдым. Сонда сіздікі просто так екен да, ол Әсем де сізге просто так подписация ете салған шығар деп қарауға да болатын еді да. Ол жағын. Андай кішкене қызды бір бүйтіп, өзі ғой бірінші неғылған деген сияқты көрсетіп керек негізі емес. андай нәрсе ғой, баласаға келші. Бекзат. Жарайды, бұл жігіт енді Бексұлтан, ассалаумағалейкум, қош келдің бауырым. Сырттағы жігіт қой енді, Әсем біздің іштегі қыз мысалға. Жоба шартын значит бұзып жатыр деген сияқты, ол сырттағы если сөйлесетін болса деген сияқты. Бір жағынан Әсем негізі қарайтын болсаңыздар, алдына Заринаға келген үміткер бар ғой. Ол кезде де Әсемнің аты қозғалды. Әсеммен сөйлескен мен, Әсеммен кезден сөйлескен деген сияқты. Бұл кезде де тағы әңгіме шығып жатыр да. Әсемнің аты неге қозғала береді әр жігіт келген сайын деген сияқты ғой. Әсем негізі осы жердің Сатдәулеті болды ғой. Тек келген үміткерлердің бәрін танып, мен наны танимын деген сияқты. Сондықтан Әсемге бір жағынан Иә, Бекзат. қойсайшы болғанда мен Әсемге жылайтын ештеңе айтқан Әсем, жоқпын ғой. микрофонды алыңызшы. Не жыламаңыз, жылайтындай не айтылды?
жоқ балауса ханым мына жерде халыққа келеді да барлығы осындай ой тастай береді, как будто бір әсем жігіттерге өзі жазып жүр, өзі жабысып жүр деген сияқты. Каждый раз мен сондай атқа қалып кете беремін да. Мына жерде білмеймін, Бекзаттың мақсаты мені сөйтіп көрсету ма, мен бұл кісіге ешқандай арам оймен өйтіп подписка жасағанымды да даже білмеймін. Бұл кісі өзі маған бірінші болып жазды, мен бұл кісіге жазып үміткер болып келіңіз деп мен шақырған жоқпын бұл кісіні. Жақсы, енді андай ғой. Әсем, менше сен жылайтын нәрсе айтқан жоқпын, негізі біле білсең. Жай ғана шынымен де алдында үміткер келді ғой. Сен алдың просто қозғала бер. Сенің сөзіңе жылап отқан жоқпын. Мына жақта просто жан-жақтан неғып сен сондайсың, неғып жігіттер келген кезде сен қосыла бересің деп жан-жақтан әңгіме айтып кетті да, сол сөздер сип кетіп жатыр, просто болды. Маған вообще внимание өйтіп не істемей. Балша ханым, ол жерде енді жылайтын ештеңе жоқ сияқты. Әсем, өзіңізге келіңіз, себебі сіз өзіңіз шындықты білесіз. Жігіттің өзі жазған болса жазған шығар. Қазір қобалжып, енді Диорадан ыңғайсызданып, солай да айтып отырған шығар. Бір соншалықты сөгетіндей бір араларыңызда қарым-қатынас ештеңе болған жоқ, бір мән беретіндей нәрсе емес сияқты. Жоқ, осы жерде жігіттер кешелі бері Әсемге қатты тиісіп жатсыздар. Тиіспеңіздерші, өзі кіп-кішкентай қыз. Нағыласыздар? Ернар? Жоқ, енді шынымен алдында отырғандай кәдімгідей жаман болып қалды негізі. Іште енді кішкентай өзі ортамыздағы кішкентай қарындасымыз ғой. Негізі Бекзатқа да айтамын да, қыздың көңіліне сәл тию саған сән болып кеткен сияқты осы. Өзіңді істеп жүрген былықтарың мыңнан асап, икелесіне дәм болсын пікірлерімен қосып, осындай керемет қыздарды жылатып отырасың негізі. Ол дүние дұрыс емес, по идее, өзің біліп те отырсың негізі. Қараш. Айналайын очко жинамай ақ қойшы ама. Қара, конкретно осы жерде бар ғой. Очко жинап өтпей ақ қойшы. Очко емес бұл мәселе. Уақыт ақындар. Тоқта, Ернар, сен ұятсызсың, сен осындайсың деп бетіне басып айттым ба не бірдеңе? Жоқ, сен қарасаң, сен бірінші бастадың. Сен қандайсың? Жоба шарты қандай деген сияқты. Сен мысалға редакцияның көзінше қызды алып келгенде бұл кісінікі ештеңе емес, өзі жігіт жазған екен по факту. Подпискада тұрған ештеңе жоқ. Ол сен сияқты редакцияның көзінше басқа бір адам, бөтен адамды алып келіп жүрген қыз емес. Қара, енді бұл сырттағы жігіт қой. Әсем іштегі қыз түсіндің ба? Просто егерде бірінші рет шығып атсам үндемес едім. Мен қарашы, Әсем сен андайсың деп жылайтын нәрсе айтқан жоқпын. Сен өйтіп халықтың ашық көші жинап, ондай ешқандай болмаған мен айтам ба, по факту, по ситуации, ешқандай очко деген мәжіз емес, по факту етеміз. Тоқта, сырттағы былықтардың деген не әңгіме? Игзат, потом. Жоқ енді мен былықтарын не әңгіме деген қалай болады екен, енді көріп жүрміз ғой, бәріміз естіп Ернар, Бекзат, сіздердің сөздеріңізді ешкім естіп жатқан жоқ. Диора, біз бір түрлі болып қалдық қой тыңдап. Шымылдықты ашып алсақ қалай? Иә. Шымылдық ашылсын. Жанымды тербеші, need you baby, қасымнан кетпеші, love you baby, сөзіме тек сенші. I love you baby, бағымсың берілген, I need you baby, болшы тек мен, I love you baby, let me love you baby. Шымылдық ашылды. Не деген әдемі гүлдер. Мәссаған. Диораны енді гүлмен байланыстыратын болдық қой. Диора, жайғасыңыз. Әсеріңіз қандай? Қандай ойдасыз? Қалай елестеттіңіз? Ой, өте әдемі гүлдер екен. Иә, Диора. Өте сұлу жігіт екен. Гүліңізге рахмет, қуанып қалдым. Танысқаныма қуаныштымын. Рахмет сізге де. Қандай деп елестеттіңіз Бексұлтанды? Қазір қандай ойдасыз? Мен елестеткенде груз айдайтын, сразу резко сондай ойыма келіп кетті. Сіз енді кеше ғана айттыңыз ғой, аққұба, бойы ұзын, бір жақсы жігіт келсе екен деп. Бой десе бойы бар. Армандағы жігіт келіп тұрған секілді. Ой, өте қуаныштымыз сізге ұнап тұрғанына. Балсағаным. Жаңағы, мен мәбі күшті активный отқаным ше. Соны айтам. Бексұлтан, ойнап айтам, танимын өзі, блогер бауырымыз ғой. Жаңа шамалы кімнің реакциясын көргім келген Диораның. Бірақ та гүл өте әдемі екен, брат. Көсіңе базар жоқ. Эльдар, тоңдырып тастағаның өткен күнім. Сорап қолды ромашка гүлің. Болма.
негізі шыны Гүл керек деген осындай болады. упа бір минут ренжімеші жігіттер, негізі шыны керек мынау айтып отыр бағанан бері келгенсің, негізі елдер қайта гүл жайлы айтып керек емес сияқты. Берсе шынайы шын ниетімен берді, бергеннен кейін ол өзінің әпкесін қалауымен де берді. Сондықтан керек емес мына жерде. Елдер гүлдің бәрі оған да қадір алады да әсем сияқты жылап қалады. Не болды одан кейін ол? Бір-біріңізден өтіп түсіріп жатсыздар елдерді. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін таныстық жалғаса ма жоқ па, бірге білетін боламыз. Жігіттеріңнен көңілің қалды ма? Кеше емес алдың күні саған гүл келіп десін ба? Ол Ақтөреден келген гүл. Сен просто екі жігіттің басын қатырып, екеуінің қайсы алады, соған байға шығам деп жүрген қызсың ғой. Үміттің бәрі енді үміткерде ме? Мен сияқты сер жігіт келіп тұрғаннан қуанып тұрған жүзі шығарым. Қазіргі таңда бір емес екі жігітті бірдей ұмыта алмай жүр. Сен сол екі жігітті ұмыттыра аламын деп ойлайсың ба оған? Бәрекелді. Сәлден кейін қосылайық жобасында. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық және Бексұлтан есімді үміткер келген болатын. Диораға, Диора. Мен бір-екі сұрақ қойып кетейін. Иә, әрине қойыңыз. Бексұлтанға. Сіз бос уақытыңызда немен араласасыз? Жалпы спортқа қызығасыз ба? Мен спортқа бөліп қызықпаймын вообще. Спортқа жоқпын. Мен бала шағымда қызықпайды. Бос уақытыңызда немен араласасыз онда? Бос уақытта болғанда бос уақыт ше. Как хобби? Хобби. Ау? Бос уақыт жоқ шынымен. Балауса ханым сұрақ қоя кетті. Жаңа Әділет сізді блогер деді, иә? Жаңағы әңгіме ойдан шығарылған сияқты. Бірақ фур айдаған рас. Ол ситуация болған, иә? Бірақ қазір блогерсіз. Бұрын соңында блогер болған. Қандай жаңағы форматта жүргізесіз дегенде, не туралы айтасыз, вайн түсіресіз бе әлде? Мен дәл қазір блогер емесім ешқандай да. Бұрын соңында бірақ түсіргем. Жақсы. Қазір кәсіппен айналысасыз ғой? Иә. Мына жақта сұрақ туындап отыр енді. Үміткер келіпті, Әсемнің өзінің үміткері бар, Елдар енді өткен этап, олардың қозғаудың қажет жоқ. Қош келдіңіз деп айтқым келіп отыр. Негізі сіз отбасыда қанша ағайындысыздар, және де бізде Диора өте нәзік жанды. Мысалы, ертең бәрі жақсы болып жатса, сол кезде отбасыңызбен бірге тұру керек болады ма, ата-анаңызбен бірде, әлде отдельно тұрасыздар ма? Енді мынандай ғой, біз үйде бесеуміз. Мен үйдің кішкентаймын. Ең кішкентаймын. Мынандай әңгіме бар ғой, енді енеге қандай келін жағады, сол кісімен тұрады деген. Құдай қаласа алдағы уақытта көреміз оны. Ал негізі Диора, сіздің ата енемен тұруға көзқарасыңыз қандай? Жалпы бұлай жаман оймен қарамайым. Мен өзім сондай отбасыда өскенмін. Мен екі әпкемде енелермен тұрады. Мен ондай жаман ойға бұлай ойым жоқ. Балауса ханым, Диораға да сұрақ туындап тұр еді. Диора, мысалы қараңыз, Диора, мысалы қараңыз енді, бәрі жақсы болып жатыр дейміз, иә? Ата-анамен қарсы емеспін дейсіз тұруға. Бірақ мысалы сізді ауыл жаққа алып кетіп, сол жақта тұрсаңыз, қандай болады? Бірақ мен оған дайын емеспін. Мен өзім карьерам бар, мен өмірде қалайтын желание болады ғой. Соларды егер маған басып, жоқ, сен тек үйде отырасың десе, мен ондайға келіспеймін. Мен бекерге бұлай жұмыс жасап жүрген жоқпын, үйде отырып қалатындай. Соған айтып кетейін, сіз прям келіншегіңіз үйде отыру обязательно ма, или жұмыс жасап, өзінің карьерасын жөндеген қалай қарайсыз? Мен ондайға қарсылығым жоқ. Өзінің қалағаным. Негізі жалпы қалағаныңыз дейді. Диора, сіз мысалы қанша уақытта тұрмыс құруға дайынсыз, осындай уақыт деп. Сіз жақтан да тарап, мысалы, осындай уақытта мен дайынмын дегенде уақыттарыңыз бар ғой, период времени, когда вы готовы? Мен ойлаймын,
жарты жыл адам бір бірін танысу керек, білу керек, мінездері дұрыс келе ма, жоқ па. И жарты жылдан кейін егер махаббат болып жатқан болса, той ұйымдастыруға болады. Балауса ханым, мен айтып кетсем рұқсат па? Иә. Балауса ханым, Барсыз, таба алмай қалдым сізді. қайырлы күн. Мен айта салайын деп едім, Балауса ханым, негізі бізде Фатима ханыммен таныстық тоқтайды. Біз достық шеңберінен шыға алмадық, аса алмадық. Сол себептен ол кісі қазір Қазақстанда жоқ. Мен ары қарай өзімнің үміткерімді күтемін. Ал тіл табыса алмадыңыздар? Тіл табысқанда енді ұрыс ештеңе болған жоқ, бәрі жақсы, бірақ достық шеңберінен шыға алмадық. Араласып көрдік, сөйлесіп, ештеңе шықпағаннан кейін дос болып қаламыз деп шешім осындай, мен өз үміткерімді күтемін. Жақсы, біз енді екінші мәрте болғанда бір нәтиже шығар деп ойлап едік. Жақсы үміткер күтесіз. Елдар. Қайырлы күн, Балауса ханым. Қайырлы күн. Біздің қатысушы жігіттер қыздарға айтқым келеді, гүл туралы қозғамай қойсын деп ше, негізі. Білем бұл гүл екенін, енді көзім көреді, Аллаға шүкір. Енді менің бастамасы болған айын өзім сондай гүл бергім келді, атак менде ондай гүл бере аламын мен негізі, жалпы бергім де келеді негізі. Просто шын ниеттен берген гүл болған, енді үміткер ештеңе деп тұрған жоқпын, енді қандай ойда берген кім біледі негізі, бір Құдай біледі. Мәссаған, қандай ой болуы мүмкін? Жоқ, менің ойымша мен қалай айтсам болады. Елдар айтып келе отыр, енді басқа. Тыңдайық енді. Иә. Бұл жігіт мен ойымша шынайы келді деп ойламаймын. Неге десеңіз, енді көріп тұрғанда жаңа Нұрай? Нұрай айтқандай, енді Әсемге жазғанда енді неяқта үміткер жоқ болғаннан кейін енді қыздарда мен ойымша спонтанно келе салды деп ойлаймын. Деураға. Жоқ, шынымен де жігіттер, ер азаматтың өзінің түсіріп әзілдеп отырғаны дұрыс емес. Әділет сізге қатысты. Иә. Енді айтайын, енді ол жолы да шын ниеттен берілді. жаңа айтып отыр ғой, мен енді Бексұлтанды бұрыннан танимын. Сен неғытсың, сен ашылса, сен өте күшті сөйлейтін жігіт. Кәдімгідей талай сөйлегенде қыздар бүйтіп отыратын еді, андай бір туған күнде көріскен кезде. Енді Диораның мысы басып отыр деп ойлаймын негізінде. Өйткені кез келген жігіттің көзқарасын қараса, бүйтіп уже не істеп жатыр да. Бірақ Елдарға айтқым келетіні, мойыма красавчик. Енді Диораның жаңа гүлді көргендегі реакциясын жаңа қасына бара отыр. Мына қандай гүл десем, бір гүлдің аты кустовые роза деген айтып, маған ең ұнайтын гүл, бірдеңе деп айтып жатыр да. Енді қыз баланың талабына сай жасасаң, енді күшті да. Ал мен сені қандай ниетте бергенді ол жағын мен толық білмеймін. Бірақ та Бексұлтанға айтарым, ашыл, спокойно, қыз баламен әңгіме айтып, толық. Сен сұрақ қойшы, Диора енді қыз бала ғой, не дегенмен? Иә, енді айтайын ба? Елдар? Мен айта кетейші, саған жауап беріп кетейші. Бір берген шөпті әуле қыла берменде шыны керек ше. Шөп? Иә, шөп. Иә, ромашка ма? Шөп. Мысалы, қарап тұрсаң, қарашы, негізі сен гүлді различать етесің ғой, негізі бір 2-3 күн ғона негізі құнына гүлді алата сол гүлді жоқ, зато қыз қуат эмоция қалай? Бәрі көңіл ғой, мен гүлдің бәрі көңіл. Мен үйтіп гүл таңдап отқан жерім жоқ. Гүлдің бәрі все-таки қызға ұнау үшін сыйлайды. Сондықтан причина қылып гүлді жамандап отқан керегі жоқ деп ойлаймын. Негізі қыздардың гүлге бір қырылғанын көргем, ұлдардың гүлге қырылғанын бірінші рет көріп тұрмын меніңше. Бұл екеуі деген. Бірақ Айгерім біттің бе? Айттым болдым ғой негізі. Сұрақ қалдырмады ғой Айгерім деген. Атмосферасы бір түрлі өкіп кетті. Айгерім сөйлейді, кім еді? Диора сөйлейді, сәлеметсіздер ме кісілер дейтін сияқты сөйлеп жатыр да. Одан елдер шықтың яқтан сондықтан. Диора негізі сіз көбейіп кетті сөзін. Мына жақта қысқа нұсқа айтайыншы. Мен неге ол сұрақтарды қойдым, себебі екеуі де тұйық, сабырлы жандар екен, сол үшін кішкене ашу мақсатында қойған болатын сұрақтар. Қатысушылар, жақсы, рахмет. Әдейі бастап едім. Диора, сырласуға барасыздар ма? Иә. Жақсы, шығарып салайық. Барып чемпион шайынан шай ішіп, Бексұлтан екеуіңіз сырласып қайтыңыздар, әңгімелеріңіз жарасып кетсін. Сіздерді мына жаққа қарай шығарып салайық. Бірақ менің ойымша өте жарасымды жұп, тіпті бойларына дейін сондай сымбатты қыз бен жігіт болып, енді әңгімелері жарасып кетсе, нұр үстіне нұр болар еді деген ойдамыз, және де біраз сәттерден кейін таныстық жалғасады деген жауапты естиміз деп ойлаймын. Біз құрметті көрермен, енді